Презентация жасау барысында біздер әртүрлі фигуралардан өзімізге қажетті дәптерді, кітапты, тігінен ашулы тұрған кітап, бүктеулі тұрған кітап, блокнот, тағы басқаларды өзіміз жасай аламыз. Ол үшін вставка бөліміне барып, фигуры дейтін тұстағы мына жерден тік, ұзын, тік төртбұрышты форманы осы жерге түсіреміз. Бұл біздің ашулы тұрған, тігінен ашулы тұрған кітабымыздың біреуі. Енді осы фигураның екінші бетін жасаймыз. Біреуін жалпақтау қылып аламыз. Екіншісін жіңішкелеу, бірақ жан жағындағы биіктігін бәрін бірдей қыламыз. Енді бізге тағы да бір үшінші фигура керек. Мен үш бұрышты аламын. Оны мына жерге қояйық. Міне байқап отырсаңыздар, жаңағы өздері линейкамен размерлерін белгілегендей бәрі өзі шығып отырады. Үш фигура түсті. Бізге бұл фигураның үш бұрыштың бұлай тұрған емес, керісінше басқа қалыпта тұрғаны керек. Міне осындай қылып өзгерттім. Жан жағын міне қарап отырамын. Осындай қылдым. Енді оны үстіңгі жағынан тағы да созау төмен түсіре отырып жіңішкертемін размерін. Осылай қылып алдық. Ажыратып тұру үшін мына үшбұрыштың түсін сәл басқаға өзгертейік. Мына заливка фигуры дегенге барамыз, немесе мына түсті бассақ, дайын өздері түстері боялып шыға келеді. Енді міндетті түрде әр фигураның тұсындағы жиек сызығын алып тастаймыз. Ол үшін фигураны белгілеп алып, нет контура деген жерге барамыз. Екіншісіне де сөйтейік, контур фигуры, нет. Үшіншісіне де нет контура дейік. Енді мен келесі бетке апарып түсіндірейін бұны. Үшеуін белгілеп алдым. Мына слайдтың мына бетіне апарайын. Міне. Бір жағынан мына жерге сіздер жазып отырсын, қажет болса, ыңғайлы болса деп жазып қойдым. Үш фигурамыз үш бөлек тұр. Осы үш фигураны мен бір-біріне біріктіремін. Ол үшін міне мұқият түрде размерлерін дұрыстап қарап отырып, біреуінен ұзын немесе кем болып кетпеуін қараймыз. Біріктірдік, жақындатып қойдық жанына. Мына фигура сәл ұзындау болып кеткен, белгіледік. Оны мынаны да былай қойдық. Енді осы үш форманы бір-бірімен біріктіру үшін пернетақтадағы контрол нүктесін басамыз. Содан кейін үш фигураны бір белгілеп шығамыз. Содан кейін G нүктесін баса қоямыз. Енді қарайық. Үш фигура бірдей бір-бірінен ажырамастай болып түсіп қалды. Ал ажыратқымыз келсе, осы фигураны белгілеп алып, міне пентуардың оң жағын басқан уақытта мынандай сөздер шығады. Сол жерде группировать дейтін жерге барамыз. Группировать деген сөздің жанындағы разгруппировать дейтін жерді басамыз. Енді қарайық. Үшеуі үш бөлек ажырап шыға келді. Осылай міне бір мысалын ғана келтіріп отырмын. Әртүрлі вставка бөлімінен түрлі фигураларды әкелу арқылы сіз ай тәрізді етесіз ба, жұлдыз тәрізді етесіз ба, осы фигуралар арқылы көптеген жақсы нысандарды жасауымызға болады. Фонын, дизайнын қалай өзгертеміз, осы туралы айтайық. Міне ашық тұрған дайын слайдтың беті. Тентуардың оң жағын басу арқылы формат фона дейтін сөзді таңдаймыз. Осы арада мысалға сплошная заливка деген сөз тұр. Осы сөзді мына жерге көк түске боялды. Бұрын енді бір көк түсте тұрған екен. Оның түсін басқа кез келген мына жердегі түстерді таңдап алуымызға болады. Ашық көкті алайық. Енді мысалға одан кейін градиентная заливка дейтінді бассақ,
ол бір түс емес, екі түстің қосындысынан әртүрлі басқа да түстердің бір жері қоюлау, бір жері ашықтау, осылай өзгеріске түсе алады екен. Немесе мүлдем басқа түске де өзгеріп кетуі мүмкін. Ал енді мына жерде узурная заливка дегенді басатын болсақ, қоюлы басқа жаңағы осындай секілді әртүрлі басқа түстер пайда болады екен. Енді ал мынарадағы рисунок или текстура дейтінді басатын болсақ, текстура өзі дайын шаблондары түсе қалады. Ал рисунок өзіміз таңдаған фонды қойғымыз келсе, міне рисунок дегенді бастық, оның астында вставить дейтін сөз тұр. Осы вставитті басу арқылы дайын өзіміздің файлымызды аламыз. Мысалға, әртүрлі фондарды бір папкаға жинап қоюымызға болады. Аштық. Осылардың ішіне мысалға мына фонды дайындап алсақ, белгілейміз фонды, сосын вставить дейміз. Міне ол түсі өзгеріп кетеді. Егер барлығының түсін өзгерткіміз келсе, слайдтың бетін, онда применить ко всем дегенге бас жіберуімізге болады. Міне басқа түске осылай өзгеріп кетті. Немесе енді осы текстурасын біз әртүрлі жағдайда жаңағы өзгерткіміз келсе, мысалға прозрачность деген бар, соны басатын болсақ, оны қоюлау, ақшылдау, әртүрлі түске өзгерте аламыз екен. Мына жерде мысалға смещениені оң жағынан, сол жағынан өзгертетін болсақ, оның процентін көбейтуімізге болады. Немесе қалыпты өзінің бастапқы жағдайына да әкелуге болады. Ал егер сіз бұрынғы бір слайдтың орнына қайтадан соның үстінен жасап жатқан болсаңыз, ол бұрынғы слайдыңызда бір әртүрлі фоновые рисунки солар сақталып қалған болса, онда скрыть фоновые рисунки дегенді басасыз да, тағы да применить ко всем дегенді басуымызға болады. Міне дизайнның фон жағы слайдтың фонын, негізгі бетін, түртісін өзгерту кезінде осындай жұмыстарды, қадамдарды біз жасай аламыз.